Қайырлы күн. Қытай Халық Республикасында қазақ қандастарымыз, ағайын бауырларымыз малдары қырылып, жаңағыдай саяси неге ұшырап, концлагерьге неге тығылып, енді қиын жағдай болып жатыр екен. Түптің келе ойлана келе, былай қарасаңыз, Қытай Халық Республикасының өзінің ішкі тәртібі бар. Егер сіздерге Алла деп айтқызбаса, егер сіздерге сол дінге сенбе, компартияны айтқанымен жүр десе, енді не үшін ерегісіп, не үшін өз елдеріңізді, өз ағайындарыңызды, өз бала-шағаңызды не үшін қырып жатсыздар? Енді деп мал қырылса ол азық-түлік, аш қаласыздар. Мен соны түсінбей қойдым, осы қазақты соңғы кездері өз ұлтымды түсінбей қойдым. Неге тәртіпке көнбейсіздер? Болмаса онда революция ашыңыздар, соғысыңыздар. Қытай жақ болса Қытай жақ, осы жақтағы болса осы жақ.